Өте дәмді, пышный болып шығатын американский панкейкалар жасайтын боламыз. Арасына шоколад қосылған, дәмі өте ерекше. Ең алдымен жып-жылы комнатный температура кефирдің үстіне ас содасын салып, реакция жүргенше қалдырып қойып қоямыз. 2 жұмыртқаның үстіне қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Көтерілген кефирімізді құйып, араластырып, ұнымыздың үстіне қопсытқышты салып, 2 немесе 3 бөлікке бөліп отырып, ұнымызды салып, араластырып аламыз. Соңында сұйық майды қосып, жақсылап тағы да бір араластырып аламыз. Бізде осындай масса шығу керек. Жай ғана қызып тұрған отта панкейкаларымызды құйып, ортасына банан немесе шоколад қоссаңыздар болады. Бетін құймақпен жауып, осылайынан тесік-тесік болғаннан кейін екінші бетіне аударасыздар. Бірінші бетіне қарағанда екінші беті тез піседі. Дәмі өте дәмді болып шығады. Керек заттардың барлығын описание